Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белгісізі бар теңдік. Бұл сабақта сен белгісіз санды көрсететін таңбаны қолдануды үйренесің. Балаларына суретке қарайықшы. Суретте бізде сол жағымызда 3 көк торғай тұр. Оң жағымызда 7 сары торғай тұр. 3 пен 7-нің қосындысы 10-ға тең. Яғни 3 пен 7-нің қосындысы 10-ға тең деген бұл тура теңдік. Енді мына теңдікке қарайық. 5 пен белгісіз санның қосындысы 8-ге тең. Бұл да теңдік екен. Бірақ бұл жерде балалар белгісіз сан бар. Яғни белгісіз санды біз шаршы түріндегі фигурамен белгілейміз. Бұл белгісіз сан деп аталады. 5 пен белгісіз санның қосындысы 8-ге тең. Енді осы өрнектегі компоненттерді атайық. 5 қосылғыш, белгісіз сан қосылғыш, 8 қосындының мәні. Яғни белгісіз санымыз біздің екінші қосылғыш екен. Енді белгісіз қосылғышты табу үшін біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Яғни қосындының мәні 8, 8-ден белгілі қосылғышымыз 5. 5-ті азайтсақ 3-ке тең болады. Сонда біздің белгісіз санымыз 3-ке тең екен. Енді мына жерге қарайық. 9 пен белгісіз санның айырмасы 4-ке тең. Компоненттерін атайық. 9 азайғыш, белгісіз сан азайтқыш, 4 айырманың мәні. Бізде белгісіз сан азайтқыш болып тұр екен. Енді белгісіз азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Яғни 9-дан 4-ті азайтамыз. Сонда белгісіз санымыз 5-ке тең болады екен балалар. Енді мына өрнек теңдікті оқиық. Белгісіз сан мен 3-тің айырмасы 7-ге тең. Компоненттерін атайық. Белгісіз санымыз бізде азайтқыш, азайғыш болып тұр. 3 азайтқыш, 7 айырманың мәні болып тұр. Енді азайғышты табу үшін біз айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Сонда 7-ге 3-ті қоссақ 10. Белгісіз санымыз, яғни белгісіз азайғышымыз 10 екен. Белгісіз сандардың мәнін тап дейді. Балалар, бізге мына жерде белгісіз сан бар теңдіктер берілген. Осы жердегі теңдікте тура болатындай етіп, біз белгісіз сандардың мәнін табуымыз керек. Яғни 5-ке қандай санды қосқанда 9 шығады. Анағы ережелерді қолдана отырып, мәнін тауып көрейік. Сонда 5 пен 4-тің қосындысы 9-ға тең болады. 10 мен 6-ның айырмасы 4-ке тең болады. 10 мен 6-ның қосындысы 16-ға тең болады. 14 пен 4-тің айырмасы 10-ға тең болады. 13 пен 3-тің айырмасы 10-ға тең болады. 6 мен 6-ның қосындысы 12-ге тең болады. 8 пен 3-тің айырмасы 5-ге тең. 10 мен 7-нің қосындысы 17-ге тең екен. Яғни біз белгісіз сандардың мәнін таптық. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтың 32-33 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Жұмыс дәптеріміздің 29-30 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт балалар.